Генрих Манн 1871 жылы туған неміс жазушысы және қоғам қайраткері. 25 жасында алдына әлеуметтік романдар жазу керек деген мақсат қояды. Өйткені ол әдебиеттің басты мақсаты қоғамға қызмет ету деп санайды. Манн шығармашылығының шынайы басталуы «Учитель Гнус» сатиралық романында байқала бастайды. Басты кейіпкер бейнесі кейін жалпы есімге айналған гимназия мұғалімі болды. 1914 жылы Манн өзінің ең маңызды шығармаларының бірі «Верноподданный» романын аяқтады. Ол «Бедный» және «Голова» кітаптарымен бірге «Империя» трилогиясына енді. Сол жылдардағы қоғамдық саяси жұмысы «Ненависть», «Настанет день» және «Мужество» жинақтарында көрініс тапты. Кейін Генрих Маннның кейінгі кезеңдегі ең жоғары жетістігі деп танылған «Юность короля Генриха IV» және «Зрелые годы короля Генриха IV» дилогиясы жарық көрді. Генрих Маннның кітаптары тамаша тілімен, қызықты және әсерлі сюжеттімен, көптеген тарихи фактілермен, болып жатқан оқиғаларды шебер сипаттаумен ерекшеленеді.